Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын менің сүйікті тағамдарымның бірі кабачкиден оладьи жасайтын боламыз. Керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Алдымен бізге кабачки керек болады, яғни кәдінің сырттарын тазалап, іштегі дәндерін тазартатын боламыз. Егер сізде жас кабачки болатын болса, онда екеуін қолданасыз және де сырттарын жуып, солай үккіште өткізсеңіз де болады. Тазаланған кабачкилерімізді үккіште өткіземіз және де артық суы бөлініп жатса, артық суын сығып төгіп тастайтын боламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, бұрышын, дәмдеуіштер салсаңыз да болады. Менде паприка және де бір шай қасық тұзын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне шамамен 5-6 ас қасық толтырылған ұн салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде қою масы шығу керек болады. Енді ыңғайлы табамызға шамамен 2-3 қасықтай шағылмай құйып, қызығаннан кейін осылай қасықтың көмегімен аз-аздан сала отырып, оладушкилерімізді пісіріп аламыз. Табамыздың асты орташа отта тұруы керек және де астыңғы жағын қызартып, екінші жағына ауыстыратын боламыз. Ыдысымызға алдын ала қағаз сүлгілерді жайып қойған жөн, өйткені кабачкилеріміз майлы болып шығады және сүлгілер майын сорып алатын болады. Міне осы әдіспен бүкіл оладьилерімізді пісіріп аламыз, шамамен 20-30 минуттай уақыт өтеді. Міне біздің кәдеден жасалған ерекше оладьилеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қаласаңыз майонезбен немесе кетчуппен жесеңіз де болады, немесе солай жесеңіз де дәмі керемет болып шығады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.